Сәлем құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 124-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бірінші есеп. Жауаптары бірдей өрнектерді тап, сонда сен Қазақстанның танымал жазушыларының шығармалары қалай аталатынын білетін боласың. Бірінші, туған жер деген шығармаға байланысты 281-ге 298-ті қосамыз. Бірліктермен бірліктерін қосайық. Сонда 1-ге 8-ті қосамыз. 9 болады. Енді ондықтарын қосамыз. 9-ға 8-ті қосамын. 17 болады да 7-ні түсіремін, ал 1-ді ойға жіберемін. 2-ге 2-ні қосамын. 4, ойдағы 1-мен 5 болады. Сонда 579 деген жауап болады. Енді Көкшетау деген шығармаға байланысты 213-ке 3-ті көбейтемін. 3-ке 3-ті көбейтемін, сонда 9 болады. 1-ге 3-ті көбейтемін, 3 болады. 2-ге 3-ті көбейтемін, 6 болады. Сонда 639 деген жауап болады. Енді 1000-нан 361-ді азайтамын. Бұл жерде 0 жетпейді 1-ге, сол себепті қарсы сұраймыз. Қарсы сұрайтын болсақ 10 болады. 10-нан 1-ді азайтамын, сонда 9 қалады. Және де қарсы сұрағанымыз үшін 0-дің қасиеті бойынша ол жерде 9 болып қала береді. 9-дан 6-ны азайтамын, 3 қалады. Мына жерде де 9 қалды, сонда 9-дан 3-ті азайтамын, тағы да 6 қалады. Сонда 639 деген жауап шығады. Келесі, 193-ті 3-ке көбейту керек. 3-ті 3-ке көбейтемін, 9 болады. 9-ді 3-ке көбейтемін, 27 болады. 7-сі түседі де 2-сі ойға кетеді. 1-ге 3-ті көбейтемін, 3, ойдағы 2-мен 5 болады. Сонда 579. Енді осы шыққан жауаптарды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Бұл жерде 579 бен 579. Сонда Мағжан Жұмабаевтың шығармасы туған жер болады. Ал Сәкен Сейфуллиннің шығармасы Көкшетау болады екен. Себебі екеуінің жауаптары бірдей болып сәйкестеніп тұр. Келесі екінші есепті шығар. Интернеттегі поэзия сайысына қаланың 5 мектебінен 115 оқушы және ауылдың 6 мектебінен 65 оқушы қатысты. Сайысқа барлығы неше оқушы қатысты? Бұл жерде қаланың 5 мектебінен 115 оқушы кеп тұр. Олай болса, жалпы қаладан қанша оқушы келді, соны анықтау керек. Ол үшін 115-ті 5-ке көбейтіп аламыз. Сонда жалпы қаладан 575 оқушы келеді. Енді ауылдан жалпы қанша оқушы келді, соны анықтау керек. Ол үшін 65 оқушыны 6 мектепке көбейтеміз. Сонда жалпы ауылдан 390 оқушы келеді. Енді барлығы қанша оқушы келді? Ол үшін ауыл мен қаладан келген оқушылардың санын қосамыз. Сонда 575-ке қосамын 390-ды. Сонда барлығы 965 оқушы келеді. Енді осыны өрнек түрінде жазайық. Сонда бірінші 115 көбейту 5, оған қосамын 65-ті көбейтемін 6-ға. Сонда барлығы 965 болады. Есептің жауабы барлығы 965 оқушы. Келесі үшінші есепті шығар. А есебі әдеби кеш өткізетін залды безендіру үшін 95 сары және 125 қызыл раушангүл сатып алынды. Осы гүлдердің әр қайсысына 5 раушангүлден топтастырып гүл шоқтар жасалды. Қанша гүл шоқ болды? Бұл жерде сары түсті гүлден 95 гүл, қызыл түсті гүлден 125 гүл. Оларды 5-5 гүлден біріктіреді де сол қанша гүл шоқтан болады. Жалпы сонда қанша гүл шоқ пайда болады, соны анықтау керек. Ол үшін сары гүл мен қызыл гүлді біріктіріп қосып аламыз. Сонда 95 гүлге 125 гүлді қосып аламыз. Барлығы 320 гүл болады. Енді оны 5-5 гүлден бөлу керекпіз. Себебі бір гүл шоғында 5 гүлден болады. Олай болса 320-ны 5-ке бөлу керекпіз.
сонда 64 гүл шоғы пайда болады. Бұл енді гүл шоғы дегеніміз білесіздер, букет болып есептелінеді қазіргі тілмен айтылғанда. Орысша тілмен айтылғанда деген. Енді келесі әй есебі шешуі осындай болатын есеп құрастыру. Өз ойымызбен есеп құрастыру керекпіз. Кітаптарға байланысты айтайын. Әдеби кітаптардан 120 кітап бар. Оқулықтардан 230 кітап бар. Оларды 50 кітаптан топтастырып қорапқа салу керек. Сонда қанша қорап кітап шығады? Барлығын анықтау керек бірінші. Ол үшін 120 кітапқа 230 кітапты қосып аламыз. Сонда барлығы 350 кітап болады да, оны 50 кітаптан топтастырамыз. Сонда 350-ді 50 кітапқа бөлеміз. Барлығы 7 қорап болады. Жауабы 7 қорап. Келесі 4-ші есеп, кесте бойынша есеп құрастыр. Альбомның бағасы 270 теңге. Ал дәптердің бағасы 105 теңге. Ол дәптерден 6 дана алады. Ал альбомнан бірнеше дана алады. Ол альбом мен дәптердің барлығына 900 теңге төлейді. Сонда қанша альбом алады? Ол үшін бізге формулалар қажет болады. Яғни құнына байланысты, бағасына байланысты және санына байланысты. Ең алдымен дәптердің жалпы құны қанша болды және де альбомға жалпы қанша теңге төледі. Соны анықтап алу керек. Ол үшін құнын анықтау керек. Құнын анықтау үшін бағаны санға көбейтеміз. Сонда 105 теңгені 6 дәптерге көбейтеміз. Сонда жалпы дәптерге 630 теңге төлейді. Енді барлық ақшасынан, яғни 900 теңгеден осы дәптерге төлеген ақшаны алып тастаймыз. 630 теңгені алып тастасақ, альбомға төлеген жалпы құны қалады. Сонда альбомға 270 теңге төлеген болып тұр. Яғни 270 теңге болатын болса, бұған бір ғана альбом алады. Сонда 270-ті 270-ке бөлеміз. Бір ғана альбом алады екен. Жауабы бір альбом алды. Келесі 5-ші есеп, кесте бойынша өрнектер құрастырыңдар және жазыңдар. Олардың мәнін табыңдар. Ай есебінде қосылғыш және қосындының мәнін табу керек. Бірінші қосылғыш 125 боп тұр, ал екінші қосылғыш 41 көбейту 2 боп тұр. Екеуін қосамыз, сонда қосындының мәні шығады. Олай болса, 125-ке қосамыз, 41 көбейтілген 2-ні. Бұл жерде бірінші 41-ге 2-ні көбейтіп алу керек. Сонда 125 қосылған 41-ге 2-ні көбейтсем 82 болады. Енді екеуін қосамыз, сонда 207 болады. Сонда мына жерде қосындының мәні 207 болады. Келесі 120-ны көбейтемін 3-ке. Бұл бірінші қосылғыш, оған қосамын, 505-ті 5-ке бөлемін. Енді жеке-жеке орындап аламыз. 120-ны 3-ке көбейтсем 360 болады. Оған қосамын. 505-ті 5-ке бөлемін, 101 болады. Енді екеуін қосатын болсам, 461 болады. Сонда қосындының мәні 461. Келесі 606-ны бөлеміз 3-ке. Және оған қосамыз, 120-ны көбейтеміз 2-ге. Жеке-жеке орындап аламыз. 606-ны 3-ке бөлетін болсам, 202 болады. Оған қосамын, 120-ны 2-ге көбейтсем, 240 болады. Екеуін қосатын болсам, 442 болады. Енді келесі 450-ге қосамын, 25-ті көбейтемін 4-ке. Сонда тең болады 450 қосылған 100. Екеуін қосатын болсам 550 болады.
Келесі 320-ны 0-ге көбейтемін. Және оған қосамын 320-ны. Кез келген санға 0-ді көбейтсек, 0-дің өзі шығады. Оған 320-ны қосатын болсам, 320-ның өзі болады. Келесі ә есебінде азайғыш, азайтқыш және айырманың мәнін табу керек. Сонда 660-тан азайтамыз, 330-ды 3-ке бөлу керек. Бірінші бөлу амалын орындап аламыз. Сонда 660-тан азайтамыз, 330-ды 3-ке бөлетін болсам, 110 болады. 660-тан 110-ды азайтатын болсам, 550 болады. Сонда айырманың мәні 550 болады. Келесі 4-ті 250-ге көбейтемін, 1000 болады. Одан азайтамын, 2-ні 500-ге көбейтемін, 1000 болады. 1000-нан 1000-ды азайтамыз, 0 болады. Келесі, бірінші 60-қа 3-ті көбейтіп алам. Сонда 400-ден азайтамыз, 60-ты 3-ке көбейтсем, 180 болады. 400-ден 180-ді азайтамын, 220 қалады. 220 болады. Келесі 909-ды 3-ке бөлеміз. Сонда 303 болады. Одан азайтамыз, 101-ді 2-ге көбейтемін, 202 болады. 303-тен 202-ні азайтамын, 101 қалады. Сонда айырманың мәні 101 болады. Келесі 850-ден азайтамыз, 123-ті 0-ге көбейтіп. Сонда 850-дің өзі жазылады да. Одан азайтамыз, 123-ті 0-ге көбейтсек, 0 болады, тең 850-дің өзі шығады. Келесі 6-шы есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде 65-ті 2-ге көбейтіп аламыз. Сонда с көбейту 5 тең болады, 65-ті 2-ге көбейтсем, 130 болады. Осы жерден с-ны анықтаймыз. Ол үшін 130-ды 5-ге бөлеміз. Сонда с-ның мәні тең 26 болады. Енді орнына қойып тексереміз. С-ның орнына 26-ны қоямыз да, оны 5-ке көбейтемін. Сонда тең болады, 65-ті көбейтемін 2-ге, теңдеудің 2 жағы да 130, тең болады 130-ға. Келесі есепте x көбейту 12, азайтуды орындап аламыз. 100-ден 28-ді азайтамын, сонда 72 болады. Осы жерден x-ті анықтап алу керек, ол үшін 72-ні 12-ге бөлеміз. Сонда x тең болады 6-ға. Енді орнына қойып тексереміз. X-тің орнына 6-ны қоямын. Сонда 6 көбейту 12 тең болады, 100-ден азайтамын 28-ді. Теңдеудің 2 жағы да 72 тең болады 72-ге. Келесі, 78-ді бөлеміз а-ға. 13-ті 3-ке көбейтіп аламын, сонда 39 болады. Осы жерден а-ны анықтау керек. Ол үшін 78-ді 39-ға бөлемін. Сонда а-ның мәні тең болады 2-ге. Орнына қойып тексереміз. Сонда 78 бөлінген а-ның орнына 2-ні қоямын да, 13-ті 3-ке көбейтемін, теңдеудің 2 жағы да 39 тең болады 39-ға. Келесі теңдеу 450-ге қосамын y-ті. Тең болады, 158-ді 4-ке көбейтіп аламын, сонда 632 болады. Осы жерден y-ті анықтау керек. Ол үшін 632-ден азайтамын 450-ді. Сонда y-тің мәні тең болады 182. Енді орнына қойып тексереміз. 450 қосылған, y-тің орнына 182-ні қоямыз. Тең болады, 158-ді көбейтемін 4-ке. Теңдеудің 2 жағы да 632 тең болады 632-ге. Келесі теңдеуде 79-ді 8-ге көбейтіп аламыз. Сонда 67 қосылған а тең болады 632.
Осы жерден аны анықтаймыз. Ол үшін 632-ден азайтамыз 67-ні. Сонда А тең болады 565-ке. Енді орнына қойып тексереміз. 67 қосылған, Аның орнына 565-ті қоямын. Тең болады 79 көбейту 8. Теңдеудің екі жағы да 632 тең болады 632-ге. Келесі теңдеуде 600 қосылған Y тең болады 219-ды 4-ке көбейтемін, 876 болады. Осы жерден Y-ті анықтау керек, ол үшін 876-дан 600-ді азайтамын. Сонда Y-тің мәні тең болады 276-ға. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 600 қосылған 276 болады, тең 219-ды 4-ке көбейтемін. Теңдеудің екі жағы да 876 тең болады 876-ға. Келесі теңдеуде 52 бөлінген X тең болады 48-ді 12-ге бөлемін, 4 болады. Осы жерден X-ті анықтау керек, ол үшін 52-ні 4-ке бөлемін. Сонда X тең болады 13-ке. Орнына қойып тексереміз. Сонда 52 бөлінген 13 тең болады 48 бөлінген 12. Теңдеудің екі жағы да 4 тең болады 4-ке. Келесі теңдеуде X қосылған 230 тең болады 450-ге 210-ды, оған 70-ті қосамыз, сонда 730 болады. Осы жерден X-ті анықтаймыз. 730-дан 230-ды азайтамыз. Сонда X тең болады 500-ге. Енді орнына қойып тексереміз. X-тің орнына 500-ді қоямыз. Оған қосамын 230-ды. Бұл тең болады 450 қосылған 210 қосылған 70. Теңдеудің екі жағы да 730 тең болады 730-ға. Келесі 7-ші есеп есептерді шығар. А есебі мерекелік концертті 120 қыз және 180 ұл тамашалады. Олар әр қатарға 20-дан отырды. Олар қанша қатарға отырды? Бірінші, барлығының санын анықтап алу керек. Ол үшін 120-ны қосамыз 180-ге. Мына жерде 80 деп қойыппын, 180 болады. 180-ге қосамыз. Сонда 300 болады. Барлығы 300, осы 300-ді 20-ға бөлемін. Сонда бөлетін болсам 15 болады. Барлығы 15 қатар. Келесі А есебі бишілер тобына қалпақ пен мойын орағыштан тұратын 12 жиынтық сатып алынды. Бір қалпақ 50 теңге, ал бір мойын орағыш 20 теңге тұратын болса, барлығына қанша теңге төленді? Бір жиынтықта қалпақ пен мойын орағыш бар. Олардың бағалары берілген. Енді бізге 12 жиынтықтың бағасын анықтау керек. Ол үшін қалпақ пен мойын орағыштың бағасын қосып алайық. Сонда 50-ге 20 теңгені қосып аламын. Сонда бір жиынтық 70 теңге тұрады. Енді бізге 12 жиынтық қажет. Олай болса 70-ті 12-ге көбейтеміз. Сонда барлығына 840 теңге төленеді. Жауабы 840 теңге. Келесі 8-ші есеп Дархан, Мұрат, Азамат, Диас және Нұрәлі киноға кіру үшін билеттің кезегіне тұрды. Белгілісі Дархан билетті Мұраттан бұрын, бірақ Нұрәліден кейін алды. Әр адамның бас әрпін жазып қояйық. Басайық, олай болса. Дархан билетті дейді. Д деп жазып қоямыз. Мұраттан бұрын, яғни Дарханнан кейін Мұрат тұрады. Себебі Мұраттан бұрын Дархан тұр. Бірақ Нұрәліден кейін дейді. Олай болса Нұрәлі бірінші тұрады. Нұрәліден кейін. Енді келесі.
Азамат пен Нұрәлі қатар тұрған жоқ. Яғни Азамат мына жерде де тұрмайды, мына жерде де тұрмайды. Себебі екеуі қатар тұрып қалады. Яғни ол Дарханнан кейін тұруы мүмкін. Немесе Мұраттан кейін тұруы мүмкін. Қазір көре жатармыз. Енді келесі. Диас Нұрәлінің де, Дарханның да, Азаматтың да қасында тұрған жоқ. Диас дегенді де д деп қоямыз, оны ди деп қояйық. Диас Нұрәлінің де, мына жерде де тұрмайды, мына жерде де тұрмайды. Нұрәлінің де, Дарханның да, Азаматтың да қасында тұрған жоқ. Олай болса ол ең соңында тұр ғой, ең соңында сонда Диас тұрады. Олай болса тізімін жазайық. Ең бірінші Нұрәлі тұрады. Одан кейін Дархан тұрады. Дарханнан кейін Азамат тұрады. Азаматтан кейін Мұрат тұрады. Ең соңынан Диас тұрады. Себебі ол Нұрәлінің де, Дарханның да, Азаматтың да қасында тұрған жоқ. Тек қана Мұраттың қасында тұрады екен. Міне құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.